Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қостанай ауданында қымыз мұрындық фестивалі ұйымдастырылды. Тұңғыш рет өткен шараның мақсаты ежелгі дәстүрімізді қайта жаңғырту, ұлттық салт дәстүрді дәріптеу, салауатты өмір салтын насихаттау. Фестиваль барысында сол сияқты қымыз баптаушылар сайысқа түсті. Кімнің өнімі үздік болды? Әсел Құдайбергенова дәмін татып көрді. Бүгін Қостанай ауданында үлкен мереке. Қазақтың байырғы салт дәстүрін насихаттайтын мерекелердің бірі қымыз мұрындық фестиваль кең көлемде өтуде. Аталмыш шара барысында облысымыздың ең үздік қымыз өндірушілері өз өнімдерін қарапайым халықтың назарына ұсынылып отыр. Ал олардың саны 17. Мұнда халықтың назарына сары қымыз, бал қымыз, бие қымызы сынды қымыздың саны алуан түрі ұсынылып отыр. Мен де осы байқауға үздік танықтауға үлесімді қосу үшін қымыздың дәмін татып көрмекпін. Өте дәмді. Қымыз мұрындық. Қыстан аман есен шығып, жазға салын бие байлап, алғашқы қымыз ішетін күн. Көпке бұйырсын деген тілекпен ауыл қымыз мұрындыққа шақырады. Жергілікті әкімдіктің ұйымдастыруымен өткен мерекеде айнала киіз үйлер тігіліп, шашу шашылып, жиналған жастар жағы Алтыбақанда тербелді. Сондай-ақ атаулы мереке барысында Қостанай облысының қымыз өндірушілер арасында халық таңдауы байқауы өтті. Байқау мақсаты облыстың ең үздік қымыз өндірушісін анықтау және ұлттық сусын түрін жан-жақты насихаттау. Бұрынғы дәстүрімізге еске сала отыра, бұл қымыз мұрындық саласы енді күнде мысаға кешірілмейтін жағдай, шетте қала беретін ең негізгі мақсат осы ұлттық тағамды, ұлттық қымызды халыққа паш етіп, соны насихаттау. Жалпы рухани жаңғыру саласында ауданымызда біраз шаралар іске асырылып жатыр. Былтырғы салада білесіздер, ең негізгі белгілі атақты ұстазымыз Ыбырай Алтынсариннің кесені салынса, тағы шаралар биылда солай жүріп жаққан жағдай бар. Халық байқауын ұйымдастырдық. Бұл халық байқауына жалпы 18 ауданнан қатысып, қымыз өндірушілер қатысты. Халық байқауының негізгі жаңағы мақсаты ең дәмді деген жаңағы қымыздың әртүрлі бар ғой, сол түрлерін дайындайтын адамдар және көбімен қалай піседі, соның әдіс тәсілдерін әбден меңгерген қымыз меңгерушілер жаңағы таңдалатын болады. Бұл жерде әрине әділқазылар алқасы бар. Әділқазылар алқасы халық жаңағы әр қымыздың дәмін көру арқылы дауыс береді. Ең соңында қорытындысында жаңағы ең жақсы деген көп дауыс жинаған қымыз өндіруші жеңіске жетеді. Салт дәстүрімізді қайта жаңғыртып, жас ұрпаққа үлгі ретінде ұйымдастырылып отырған қымыз мұрындық фестивалінің орны орасан зор. Бұл ынтымақтың, еңбектің, бірліктің мерекесі. Дәстүр бойынша халқымыз бұл мерекеде сауар көп болсын, ақ мол болсын, аузымызды ақтан айырмасын деп тілек айтысқан дейді Қостанай ауданының тұрғыны Жақсылық Жүнісұлы. Баяғыда аталарымыз көк шыққан уақытында қырға шығып, бие байлап, бие сауып, құлын байлап, бие сауып, соған ашытып, сосын соған ауылдың бүкіл ақсақалдарын, бала шағаларын бәрін жинап, қымыз мұрындық береді. Бұл баяғыдан келатқан салт дәстүріміз аптабалы. Ол бір мейрам. Өйткені аққа, аталарымыз айтады ғой, аққа аузым жетсе, мен өмірім әрі қарай жалғасады деп. Қыстан шыққанда. Міне сол ақ, міне осы көктен ақ, осы ақ қымыз мұрындық. Қымыз мұрындық фестивалінде қымыз баптаудан бас жүлдені Жангелдин ауданынан келген қымыз өндірушілер иеленді. Қаймағы бұзылмаған Торғай өңірінде бапталған бал қымызға жұртшылық риза болды. Бас жүлде иегеріне қаржылай сыйақы тарту етілді. Ұлттық салт дәстүрімізді жаңғырту мақсатында ұйымдастырылған шара алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Әсел Құдайбергенова, Елена Досова, Қостанай телеарнасы.